Ассаламу алейкум. Бүгін оңай жолмен дайын болатын балды торт дайындаймыз. Миодымыз бен содамызды араластырып, шетке алып қоямыз. Жұмыртқаларды салып, шым-шым тұзды салып, миксерлейміз. Бір массаға келгенше миксерлейміз. Дайын болған массамызға шекерді саламыз. Шекерді әппақ көбік болғанша жақсылап миксерлейміз. Міне осындай массаға келу қажет. Енді бұл массаға мед пенен сода салынған массамызды араластырып саламыз. Екі массаны араластырамыз. Жақсылап араластырып, жұмыртқалы массамызға қайтадан құямыз. Бізге енді миксердің қажеті жоқ, венчикпен немесе лопатамен араластырсақ болады. Жақсылап араластырып аламыз массаларды. Енді ұнымыз бен қопсытқышты дайындап аламыз. Дайын болған ұнымызды 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп саламыз массамызға. Жақсылап араластырып аламыз. Енді екінші бөлігімізді саламыз електен өткізіп. Араластырып дайындаймыз. Енді үшінші бөлігімізді саламыз. Дайын массаны қызып тұрған пешке 180-170 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Меніңкі диаметр 28 сантиметрлік форма, сіздерде 18-22 сантиметрлік форма болса, корждарымыз биік әдем болады. Міне коржымыз дайын. Суытып алып, арасын кесіп 2 бөлікке бөлеміз. Өте жұмсақ әдемі корж дайын болды. 22-18 сантиметрлік корждарды 3 бөлікке бөлесіздер. Енді кремімізді дайындаймыз. Сүтке осындай құрғақ кілегейлерді араластырамыз. Өте тиімді, арзан бағада алынған заттардан крем дайындаймыз. Қою формасын ұстайтын крем дайын болады. 2 массаны 3-5 минут араластырамыз. Егерде кремнің дәмі, тәттілігі аз болса, қант ұнтағын салуға болады. Мен 50 грамм қант ұнтағын салдым. Қант ұнтағын салып, кішкене миксерлеп алдым. Міне қою креміміз дайын. Енді корждарымыздың шеттерін кесіп, домалақтап дайындап аламыз. Шетінен шыққан корждарды ыдысқа салып алып қоямыз. Сәндеуге қажет болады. Енді домалақ корждарымызды саламыз, дайындаймыз. Бірінші коржымызды қойып, жақсылап пропитка жасаймыз. Пропитка жасап болған соң, бетіне кремімізді жағып шығамыз. Енді екінші коржымызға пропитка жасаймыз. Пропитканы жақсылап жасаймыз. Пропитка жасалған тортты холодильникте ұстаудың қажеті жоқ, ұзақ 2 сағаттан кейін кесіп жіберуге болады. Екінші коржымызды жауып, бетіне кремді жағып шығамыз. Айналасын бәрін тегістеп, шетіне шыққан коржды теркадан өткіздім. Сонымен сәндеп шығамыз бетін. Менде кішкене крем қалды. Сонымен гүл жасап шығамыз бетіне сәндеп.
Міне, балды тортымыз дайын. Жұмсақ, өте дәмді торт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.